Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, аяулы дін қардашлар. Абу Хурайрадан еткерілген хадисте Алладың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Ораза ол қалқан, щит. Ораза тұтқан адам ұят сөздер айтпасын, қатты сөйлемесін, ұрсыспасын. Біреу онымен төбелесек болса, яда азарласа, ол айтсын: Мен ораза тұтамын деп екі кере. Янымды қолында ысылағанға ант етемін. Сол кепте ораза тұтқанның ауызынан шығатаған иісі Аллаға мускустың иісінен де яхшы. Бухари Муслим имамлар еткергендер. Бұл хадисте бізге аңлатылады, аяулы ямағат, оразаның манесі қалай екені. Көбісі ораза деген құр ашау, ішуді қою деп аңлайдылар. Яман, ерсіз затларды айтуды, етуді қою оразаға керетағанды мұтып қоядылар, яды ойламай қоядылар. Ол бек үлкен яңылыс. Басқа бір хадисте бұлай айтылған: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. Абу Хурайра, Алла онымен разы болсын, еткерген пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзін: ораза ашаудан, ішуден сақлану туыл. Ораза бос, пайдасыз сөзден, ұят затлардан сақлану. Біреу сені азарласа, яда саға қатты етіп сөйлесе, сен айту керексің: Мен оразадамын, мен оразадамын. Мұннан не зат аңлаймыз, дін қардашлар? Ораза құр астан судан туыл екен. Ораза яман ұят сөздерден, іслерден, қышқырықтан, ұрсыстан, басқа хадислерде айтылғанға көре алдатудан, сондай ерші затлардан ерек болып тұру. Ондай болмаған ораза Алладың разы болатағын, ораза тұтқанның ауызының иісін мускустан да яқшы ететаған ораза болып қалмай, құру диета болып, аш қалу болып қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұлай айтқан: Нешақлы ораза тұтқанларға оразасынан аш сусыз қалудан басқа бір пайда да жоқ деп. Соға көре оразамыз сыйлы болу үшін яман сөзден, қышқырық, ұрсыз, ерші сөз масқаралардан, адамдарды алдатудан, өтірік затларды тергемей ватсаптай беріп тұрудан сақ болмаға керекпіз. Рамазан айдың үшті екеуінен көбі озды. Белкі озған күнлерінде қателеріміз, яңылысларымыз болғандыр. Белкі сүйген кепте таравих намазды қыла алмадық. Амма Алладың кешіруі бек кең, бек үлкен. Алі де заман бар. Рамазан айының ең сыйлы кесегі ызғы 10 күні болады. Ол 10 күннің ең сыйлы яғы кешелері болады. Еткен күнәлерімізге, қателерімізге тауба етіп, Рамазанның қалған кешелерін бірісіндей бермей таравих намазларды қылып, Аллаға құлық етіп озғарсақ, инша Аллах қадыр кешесінде дұрыс кепте озғарған болайықпыз. Аким қадыр кешесін ибадат етіп, Аллаға құлық етіп, күнәлерінен тауба етіп озғарса, сол 1000 ай Аллаға құлық еткендей болады. Неге десе, Құранда айтылған: Лайлатул қадри хайрун мин альфи шахр. Қадыр кешесі 1000 айдан да хайырлы деп. Сол кеше Рамазан айдың ызғы 10 кешелерінің ішінде екені хадислерде білдірілген. Соға көре Рамазанның қалған кесегін игі кепте күшімізді инап, күнлерін қышқырықсыз, ұрсызсыз, азарлаусыз, яман сөзсіз, кешелерін болса ерінмей таравих намазларды қылып, Құран оқып, тауба етіп озғарсақ, біз Алладың рахимлігін қазануға боламыз. Пайғамбарымыз айтқан: Кім қадыр кешесін намазға тұрып озғарса, соның озған күнәлері кешіріледі деп. Соға көре қадыр кешедің берекетінен құры қалмас үшін шалысайық, аяулы дін қардашлар. Рамазанның ызғы күнлерінде мешітке келейік, таравих қылайық, бос сөзлерді масқарады қояйық, яды аз етейік, дуаларды көп етейік. Күнәлеріміз көп, яшауымыз қысқа. Алладың рахимі болмаса, ісіміз бек қиын ол дүнияда. Қайдай дуалар етсек яқшы ызғы кешелерінде, күнлерінде Рамазан айдың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткенге көре, сосы дуады тез-тез айтып тұру керек. Ан Аишата радиаллаху анха қалат: Құлту я Расулаллах, арайта ин алимту айя лейлатул қадри, ма ақулу фиха. Қала: Қули Аллахумма иннака афуун тухиббул аффа фаъфу анни. Сунан ат-Тирмизи. Айша анамыздан
Аллах онымен разы болсын жеткерілген, ол айтқаны: о Алладың елшісі, не зат айтасың? Мен қайсы кеше қадір кешесі екенін біліп қойсам, сол заман не айтайым? Ол жауаплады: айт: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. О Аллах, сен көп кешіруші, кешіруді сүйетағын, кешір тағы мені, деп Сунан ат-Тирмизи китабында жазылған. Міне қайсы дуады көп айту керек Рамазан айдың ызғы кешелерінде. Неге десе, сол кешелердің біреуі қадір кешесі болады. Мұның мәнесі тек сосы сөзлерді айтып тұрыңыз деген затты бұл. Әлбетте, көп ару дуалар, тилеклер бар бізге кереклі. Құранда айтылған: «Валлахул ганию ва антумул фуқара». Алладың еш кімге мүсіреуі жоқ, амма сіз оға мүсіреулісіз. Сура Мухаммад 38 аят. Соға көре, біз Алла Раббымызға мүсіреулі болған соң, ар тілегімізді оға тілемеге тиісліміз. Тек бір Аллаға тіленші болып tileklер тілемек мұсылман адамның ең игі сапатларының біреуі. Алладың күші бар затқа ететағанына инанатаған болсақ, ол заман оннан tileklер тілеу бізге борыш болады. Ақай заман тілейік біз Аллаға Рамазан айда оның ызғы кешелерінде, күнлерінде тілемесек. Тағы да Айша анамыз, Аллах онымен разы болсын, жеткерген бір хадисте бұлай айтылғады: Ан Айшата радиаллаху анха қалат: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Рамазанның ызғы 10 күні келгенде, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам изарын сығып байлайтаған еді, кешелерінде ұйқыламайтаған еді, айелін тұрғыстатаған еді. Изар деп араплардың асты киіміне айтылады. Не зат аңлаймыз біз бұл сөзлерден? Рамазанның ызғы 10 күнінде Аллаға сондай да көп ұлық етпеге тиіслі, хатынымын юық болуды біраз қойып, құры намаз, дуа, Құранды көп оқымаға шалысу керек болады. Қиямат күні болғанда, тұтқан оразамыз, оқыған Құранларымыз бізге Алладың алдында шапағатшы болаяқлар. Bizim үшін Аллаға тілейеклер, рахимлік етсін деп бізге. Сол затты есте сақлап керек біз ораза тұтпаға, Құран оқымаға Рамазан айдың ызғы күнлерінде. Тағы да бір мәнелі затты ұмытпаға керек ол: байрам намазы болғанша фитр закатын төлеу керек әр ораза тұтқан мұсылман адамге. Аз-маз малы мүлкі болғанларға сол борышты қалдырмай етіп қойса, мойнындағы борышынан құтылар еді. Фитр садақасын бермеге борышлы болып, бермей қойған адамның оразасы қабыл болмай қалмағы болады. Соның үшін сол затқа мане беріп, заманында етіп қою керек. Байрам намазы құтылған соң, фитр садақа бұлай садақа болып қалады. Оны намаздың алдында беріп құтылу керек. Dileyimiz Allah Teala'dan bizim күнәләрімізді кешсін, оразаларымызды қабыл етсін. Алладың yolunda шалыспаға, дінді халқымызда яймаға бізге күш, қуат, юмартлық берсін. Сау болыңыз. Тыңлаған үшін оразаңызды Аллах қабыл етсін. Дуаларыңызды Аллах қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.